Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен сіздерге 2023 жылы базалық зейнетақы мөлшері қалай өседі, сол туралы жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Яғни 2022 жылдың 13 қыркүйегінде Еңбек министрлігінің берген мәлімдемесімен таныстырайын. Қазақстанда 2023 жылдан бастап 2027 жылға дейін зейнетақы мөлшері кезең-кезеңмен ұлғайтылатын болады. Бұл еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінде айтып берілді. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақының ең төменгі базалық мөлшерлемесін 20.191 теңгеден, ең төменгі күнкөріс деңгейін 54%-нан 70%-ға дейін, ал жоғары мөлшерлемесін 100%-дан 120%-ға дейін жеткізу керектігін айтқан болатын. Оның айтуынша 2025 жылға қарай жиынтық зейнетақы орта есеппен 27%-ға арттыруға мүмкіндік береді делінген. Еңбек министрлігінде 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде базалық зейнетақы мөлшері жыл сайын кезең-кезеңмен арттыратын болады деп хабарлайды. 2023 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейін 60%-ын құрайтын болады. Жоғары мөлшері 100%-ды құрайды. 2024 жылы 65%-дан 105% аралығында болады. 2025 жылы 70%-дан 110%-ға дейін көтеріледі. 2026 жылы 70%-дан 118%-ға дейін көтеріледі. 2027 жылы 70%-дан 120%-ға дейін көтеріледі. Яғни 2027 жылы базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 70%, ал жоғары көрсеткіші 120%-ға дейін көтеріледі. Бұл дегеніміз, ол ең төменгі күнкөріс деңгейінің 120%-ын құрайды деген сөз. Яғни, ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі зейнетақы мөлшерін кез келген зейнет жасына толған кісі алады. Сонымен қатар 2023 жылы 1 қаңтардан бастап ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін ең жоғары табыс шамамен 46 айлық есептік көрсеткіштен 55 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеріледі. Осы ретте 2023 жылы зейнетке шығатын кісілер үшін аса мән беру керек, себебі сіздердің табыстарыңыз 46 айлық есептік көрсеткішпен есептелген жағдайда максималды суммаға жеткіліксіз болып қалады. Сол себепті 2023 жылдың 1 қаңтардың көрсеткішімен бірдей табыс көздеріңізді арттыруға ұсыныс беремін. Осы туралы мен келесі видеода толығырақ түсіндіріп кетемін. Рахмет, мен каналыма тіркеліңіздер, сау болыңыздар.